Шоу-бизнес әлемінде шұғыл мәлімдеме. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, видеоролик астына подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Бүкіл ел күткен сәт. Қайрат пен Жұлдыз желіде бар қауесетке нүктесін қойды. Қазақстанның танымал жұлдызды жұбы Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова ұзақ уақыттан кейінгі алғаш рет бірге бейне жазба жариялады деп хабарлайды alаш.kz. Әншінің инстаграм парақшасында жарияланған видеода Қайрат Нұртас сәби арбасын итеріп келеді. Қасында жары Жұлдыз жүр. Бұл сәт көпшіліктің назарын бірден өзіне аударып, әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланды. Себебі соңғы айларда Қайрат пен Жұлдыздың қарым-қатынасы туралы түрлі сыбыстар тараған еді. Кей жанкүйерлер Жұлдызды жұптың арасы суып кеткен болуы мүмкін десе, енді бірі жаңадан туған сәби Қайраттың баласы емес деген қауесет таратқан. Жаңа жарияланған бейне дәл осы әңгімелерге нүкте қойғандай әсерін қалдырды. Видео астындағы жазылған пікірлердің көбі қуаныш пенен қолдауға толы болды. Міне, бәріміз күткен сәт. Жұлдыз екеуіңіз жарасымды жұпсыздар. Бақытты болыңыздар. Ешкімнің сөзіне мән бермеңіздер. Желі қолданушылары бұл видео арқылы Қайрат пен Жұлдыздың арасында жақсы екендігін, отбасының бірлігін көрсетті деп бағалады. Көпшілік жұлдызды жұптың қайта табысқандығын көріп, қуаныштарын жасырмады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз, достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.